Қармақшы ауданы, Қызылорда облысы, Қуаңдария деген жерде болады. Қуаңдария. Содан бұлар хабарсыз қалады. Періште көтеріп кетті ма, жын көтеріп кетті ма? Жоқ, үштігейлі жоқ. Содан 8 ай бойы бұлар Алтыбай әулиеден хабарсыз болады. Бұлар осылай хабарсыз тұра тұрсын, о кісі сол күні таңертең барады Бұхар облысы Тамды ауданы Ақтау деген жерге барады жағы бір сәске түс кезінде қойлар өріп кеткен кезде қойдың орнын қиын бұлай сыпырып тазалай бастайды. Ауылдың адамдары жиналады, мынау немене қойдың несін қиын неғып тазалап жүрсін деп. Бұнда пайғамбар жатыр деп сөйлейді. Сен есіңде қойдың қой жатқан жердің астында пайғамбар болатын бе? Ешкім жағаға сенбейді. Сол молдаларын әкеледі, ақсақалдарын әкеледі, адамдар жиналады сол жерге. Жағы екі қора қойды сол жерге қамап жатады екен. Сөйтсе Алтыбай атама үлкен бір кісі келіп, әйел адам. Мен Озған пайғамбардың анасымын. Біздің үстімізде осында екі қора мал жатыр, соның қиы нәжісі біздің мазамызды алды. Сен соны тазарт, бізді жарыққа шығар деп сөйлейді. Қияметтік бала болып бізге дейді. Бізге қызмет ет дейді. Ау мен қалай барамын дегенде өзіміз көтеріп аламыз дейді. Соны періште келіп, екі періште келіп, көтеріп алып кетеді. Соны ол тағымды мен қармақшының арасы бір айшылық жол. Бір айшылық жолда бір түнде барып тұр ғой енді. Содан ешкім келіспей қояды. Бұл өтірік айтасыз, сен бір есің ауысқан адам шығарсың. Сен келіспейміз, кет дегендей әңгіме айтады ғой. Соны амалы жоқ болғандықтан, онда мен көрсетем дейді, қазам. Озған пайғамбардың анасын тоғыры тұсынан қазып, содан не салып, төменге түсіріп, кәдімгі ұйықтаған адам сияқты жатқан көрінеді. Әрқайсының бойының ұзындығы 20 қадам. Метрге шыққанда кем дегенде 17 метр болады ғой деп ойлаймын. 20 қадамнан келеді. Сонда осы жерде 7 адам жатыр деп сөйлейді. Пайғамбардың басын көрсете алмаймын. Өйткені пайғамбардың басын жаулар шауып алған. Сондықтан оны көрсетуге болмайды деп пайғамбардың анасын ғана көрсетеді. Соның жиені, нағашысы, әйтеуір бәрі өзінің ең жақын адамдары 7 адам осы жерде жатыр дейді. Сол көргеннен кейін ұлықсат көмектесейік па дейді. Жоқ, ешкімнің көмек керек жоқ, мен өзім ғана тазартам деп, ешкімге ұлықсат бермейді. Жалғыз өзі көңнен тазартып шығады. Сөйтіп, қорған жасалады тастан. Қорғаншасы тізеден ғана келеді. Тізеден. Сол өзі жалғыз өзі тасып, алшыштан, аяқтан, мынаяқтан қорғанша салады. Жетеуінің үстін жай тапырақпен үйіп қояды. Үйіп қояды. 20 метр санағанда. Ал енді ол қазір де сол күйімен жатыр, ұйықтаған адам сияқты жетеуде дейді. Суреттен Ташкентте бар көрінеді. Космостан түсіріп алған, ұйықтап атқан сияқты жатқан көрінеді.